Достар, сәлем. Бүгін оп-оңай жылдам дайындалатын пицца жасаймыз. Ең алдымен сүтіміз бен суымызды жылытып ыдысымызға құямыз. Үстінен сұйық майын дрожжімізді салып, жақсылап араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін дрожжімізде реакция болады. Видеода көрсеңіздер болады. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, 2 массаны біріктіріп, жұмсақ қамыр елейміз. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерде толық көтерілгенше қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігінен мен сосиски в тесте жасаймын, ал екінші бөлігінен пицца жасайтын боламын. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып аламыз және бірнеше полоскаларға бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, барлық сосискилерді осылай қамырмен орап шығамыз. Сосиски в тестенің бетін бір жұмыртқан сарысы мен сүтпен араластырып жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт, мак сеуіп шықсаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Екінші қамырды да жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Дәл осы қамырды 2-ге бөліп, 2 пицца шығаруға да болады. Қамырымызды жайып алғаннан соң, пиццаның формасына немесе осылай пешіміздің үлкен формасын майлап, қамырымызды салып шығамыз. Қамырымызды дайындап алдық. Бұл универсальный қамыр. Кез келген пиццаның түрін жасай беруге болады. Соустың орнына менде кетчупты бір келке етіп барлық жеріне жағып шығамын. Оның үстіне теркадан өткізілген сырымның жартысын сүйіп шығам бір келке етіп, оның үстіне колбасаны қойып, қызып тұрған пеште пісіремін. Пісуіне 5 минут қалғанда қалған сырды бетіне сүйіп, 5 минут тағы да пісіріп аламын. Сол кезде сырларыңыз сонда еріп, әдемі болып шығады. Осымен біздің пиццамыз дайын. Менің отбасымда жиі дайындалатын пиццалардың бірі. Сіздер де өз балдарыңызға, жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Бегалақызы. Ас болсын!